Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында сочный донер жасайтын боламыз. Және де ешқандай грильницаның көмегінсіз сырты қытырлақ донер жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бүгін сіздермен донерді тауықтың төс етімен дайындайтын боламын. Тауықтың төс етін өте ұсақ етіп турап аламыз, және де оны тұздап, соя соусын құйып, шамамен 5 минуттай маринадтап аламыз. Содан соң тауықтың төс етін қызып тұрған табада қуырып алатын боламыз. Соя соусы тауықтың төс етін өте жұмсақ және де тез пісуіне көмектеседі. Табамыздың астын орташа етіп қоямыз отын, және де қақпағын жауып, суы толығымен тартылғанша араластыра отырып, қызартып толығымен пісіріп аламыз. Осындай болып пісу керек. Енді донеріміздің салмасын салып орайтын боламыз. Ең алдымен майонез бен кетчупты мөлшеріне қарап сеуіп аламыз, және де оның үстіне көкөністерімізді салатын боламыз. Көкөністерді өте ұсақ етіп турасаңыз, дәмі өте әдемі болады, және де мен қызанақпен қияр саламын. Және де оны мөлшерінен көп салып жіберуге де болмайды. Оның үстіне тауықтың төс етін және де осындай чипстерді салып, донерімізді осылай орайтын боламыз. Ақырындап ораңыз, лаваштың наны жыртылып кетпеуі керек. Бізде осындай донер шықты, және де келесілерін дайындап аламыз. Лаваштың нанын мен өзім үй жағдайында жасап алдым. Жасалу жолы өте оңай екен, және де дүкендегіден қарағанда өте дәмді шығады. Менің каналымда рецепті бар, тамашалап кетсеңіздер болады. Донердің салмасына өзіңіздің қалаған көкөністеріңізді және де картоптан өте ұсақ етіп, қолдан жасап, фри жасап салсаңыз болады. Біздің екінші донерімізде дайын болды. Сырты қытырлақ болу үшін табамызға ешқандай май құймастан осылай донерімізді салып, қақпағын жауып, екі бетін осылай қызартып, қуырып аламыз. Сырты сондай қытырлақ, өте дәмді, іші сочный болып шығады. Мен отбасыма үй жағдайында осылай жиі донер жасап тұрамын. Өзіме белгілі заттардан, халал тағамдардан жасаған өте ұнайды, және де тиімді әрі оңай, қолайлы, арзан шығады. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Үй тағамының аты үй тағамы, өте дәмді шығады. Баршаңызға ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.